Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер осы турысында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеоролигімізді соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. WhatsApp'та биыл 1 сәуірден бастап барлық цифрлық ақшаға аударылатынын туралы ақпарат тарағаны жатыр. Бұл жалған ақпарат деп хабарлайды stopfake.kz порталы. Бұл хабарнама ресейлік қолданушылар арасында таралған мәтіннің дәл көшірмесі. Қазақстанда цифрлық валюта жобасы әзірленіп жатыр. Алайда жоба әлі аяқталмаған. Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің ресми сайтындағы ақпаратқа сәйкес, 2023 жылы кәсіпкерлік пайдалану деңгейлері шығару үшін цифрлық теңге жобасын кеңейту жоспарланған. Яғни қазір барлық қазақстандықтар қанша қаласа да цифрлық теңге пайдалана алмайды. Осылайша барлық цифрлық валюталар мәжбүрлеп аудару мүмкін емес. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.